Номер бірінші Аққайың бөбекжай бақшасына қош келдіңіздер. Жаңашылдыққа жол ашатын бүгінгі аймақтық семинарымызды ашық деп жариялаймыз. Бүгінгі бас қосу тек ой бөлісу ғана емес, өзара қолдау мен шабыт алатын орта болмақ. Құрметті әріптестер, семинарды ашу және құттықтау үшін балабақша меңгерушісінің міндетін атқарушы Нұрмаханова Ақкенжеге сөз беріледі. Рахмет апай. Ал енді құрметті қонақтар мен әріптестер, семинарымызды бастайық. Аяр стилі жөнінде мәлімет беретін бөбекжай бақша әдіскері Шайдарова Бағилаш. Ересек топ тәрбиешісі Атабекова Камшат қыз қызығы тақырыбындағы іс-әрекетін таныстырады. Сәлеметсіздер ме балалар? Балалар қазір қай мезгіл? Қыс мезгілі жарайсыздар балалар. Балалар қыс мезгілінде күн суық, ауа райында табиғатта өзгерістер, күн суық болады және қар жауады. Қардың түсі ақ. Балалар қарда не жасаймыз? Аққала жасаймыз. Жарайсыздар балалар. Балалар тағы қыста қандай ойындар ойнаймыз? Шанамен мұз сырғанаймыз балалар. Қыс мезгілі өте керемет мезгіл балалар. Қар жауады, аққала жасаймыз балалар. Енді балалар бәріміз экранға қараймыз. Есім Аққала. Мен сендерге бүгін қыс мезгілі туралы әңгімелеп берейін. Ендеше бастайық. Қыс мезгілі достар, жылдың 4 мезгілінің бірі және ең суық кезеңі. Ол әдетте желтоқсан, қаңтар және ақпан айларында болады. Қыста ауа райы суытады, күн қысқарады, түндер ұзарады. Көп жерлерде қар жауып, айнала әппақ мамыққа оранады. Қыста балалар қармен ойнайды. Қардан мені жасайды, яғни аққаланы, шанамен сырғанайды. Сонымен қатар аязды күндер сырғанақ теуіп, коньки тебуге де болады. Аққала жасаймыз балалар. Жарайсыздар. Қыс мезгілін сиқырлы суреттермен сәндейік. Сәндейміз ба балалар? Дайынбыз ба балалар? Балалар, бізде жатырмыз. Қардың кенезіне желім жағып жатырмыз балалар. Біз қыс мезгілінде балалар жауған қарды жаңа әдіспен біз қайтеміз? Түрлендіріп, әдемі етіп, жармамен саламыз балалар. Қараңдар балалар. Қар әдем пайда болды ма жармамыз? Енді осы жарманы біз бояймыз балалар. Біз өзгеше әдіспен қардың бейнесін жармамен сәндейтін боламыз балалар. Балалар алдымыздағы суреттің аққаланың бас киімі, шарфын қызылға және шыршаны жасылға бояймыз балалар. Осы суреттегідей көріп тұрғандай. Кәнекей балалар, іске сәт бояуды бастаймыз. Кәне балалар, бояймыз кәне. Бақжан, сенің суретіңді былай, міне қара, көрдің ба? Осылай суретке түсіреміз. Сөйтіп, айыр стилінде не істейміз? Қозғалтамыз. Кәне Бақжан, қарашы міне. Сөйтіп, не істейміз? Айыр стилінде
кезде балалар біз қимылдататын боламыз. Көрсет. Суретке түсіріп аламыз. Сөйтіп, аяқ үстелінде біз қозғалтатын боламыз. Қар жауады соқ-соқ, қояндар таптайды топ-топ, қар жапалақтайды жылт-жылт, қоян секіреді хоп-хоп-хоп. Соқ-соқ-соқ, қолды көтер жоғары, топ-топ-топ, жымиямыз бәріміз, секір-секір бәріміз бірге, биле-билейік. Қар жауады соқ-соқ, қояндар таптайды топ-топ, қар жапалақтайды жылт-жылт, қоян секіреді хоп-хоп-хоп. Соқ-соқ-соқ, қолды көтер жоғары, топ-топ-топ, жымиямыз бәріміз, секір-секір бәріміз бірге, биле-билейік. Қар жауады. Ағаш. Тал балалар. Осы талды балалар қармен безендіреміз. Ал кеттік іскесіп балалар. Қар алдымызда тұр. Кәні балалар. Бәріміз бұтақта дәземдеп безендіреміз. Балалар қыста не жауады? Қар. Қардың күші қандай? Қардан не жасаймыз? Аққалар. Немен тебеміз балалар? Шанамен тебеміз балалар. Жарайсыздар. Кәнеке балалар? Жарайсыздар. Вот. Балалар, осымен ашық әрекетіміз бітті. Балалар, қазір қыс мезгілі екен білдік па? Балалар, қыста не жауады? Қардың балалар бейнесін суретте салдық па? Қарды ағашта бейнеледік па балалар? Қазір қай мезгіл? Қыс мезгілінің 3 айын атақшы? Жарайсыздар. Балалар, қыста не жауады? Қар жауады. Қардың түсі қандай? Жарайсыздар балалар. Балалар, ашық әрекетке қатысқандарына көп рахмет. Сендерге көп рахмет. Мен Атабекова Қамшат, ересек топ тәрбиешісі. Қыз қызығы тақырыбындағы іс-әрекетті жасанды интеллектпен AR технологиясын қолдану арқылы үйміс әрекет барысында балалар қар түйіршігінің ерекшелігін және қыз қызығын зерттеді. Жайлы білді AR әдісі балалардың белсенділігін арттырып, есте сақтау білетін дамытты. Іс-әрекет барысында дәстүрден тысқан. Ермексаздан қар түйіршігін бейнелеу тәсілін қолдандым. Іс-әрекет барысында қойылған мақсаттарға толық жеттім. Ересек топ тәрбиешісі Ахетова Бағила ғарышқа саяхат тақырыбындағы іс-әрекетпен таныстырады. Құрметті әріптестер, қадірлі қонақтар, бүгінгі семинарымызға қош келдіңіздер. Балалардың дамуы үшін ойын арқылы оқыту өте маңызды. Біз осы әдісті қолданып, олардың қызығушылығын арттырамыз. Бүгін сіздерге балабақша тәрбиеленушілеріне арналған AR кеңейтілетін оқу іс-әрекетті таныстырғым келеді. Балалар, көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Балалар, бүгін біз ғарышқа саяхатқа барамыз, иә? Бүгінгі оқу іс-әрекетіміздің тақырыбы ғарышқа саяхат. Балалар, біз күндіз аспаннан не көреміз? Күнді көреміз, иә? Ал түнде ше? Айды, жұлдызды көреміз, иә, балалар? Күн болады. Достар, мен сендерді күн жүйесін
және күн жүйесіндегі ғаламшарлармен таныстыратын боламын. Күн жүйесі балалар күннен және оны айнала қозғалатын 8 үлкен ғаламшарлардан және мыңдаған кіші ғаламшарлардан және толып жатқан метеорлық денелерден құралған ғарыштық денелер жүйесі болып табылады. Достар, күн жүйесінің 4 ішкері планетасы, яғни күнге ең жақын орналасқан Меркурий, Шолпан, Жер, Марс ғаламшарларын жер тобындағы ғаламшарлар деп атайды екен. Сендер бұрын біліп пе едіңдер? Олар аса үлкен емес және тығыз Меркурий балалар. Меркурий көріп тұрсыңдар ғой, Шолпан. Мынау жер, Нептун. Ұнады ма балалар? Қараңдаршы, мына экрандағы суретті біз жандандырамыз, Мына жерде QR код бар. Артур келе қойшы. Мына QR-ды былай басасыз, сол кезде экранға осы сурет жанданады. Көреміз бе балалар? Қараңдар балалар. Сәлем балалар. Бүгін біз сиқырлы ғарыш әлеміне саяхатқа аттанамыз. Бейбет, мынау зымыран, ол бізді биік ғарышқа алып барады. Ұшуға дайынсыңдар ма? Күн бар. Күн бізге жарық пен жылу береді. Бұл ай. Ай түнде жарқырайды. Ол өте Балалар жарық суретті біз QR код арқылы кірілттік, жандандырдық, Мен қасыма келейін. әдемі ғарышкерлер батыл адамдар. Олар ғарышты зерттейді. Біз ғарышқа ұшамыз, арманға жол ашамыз, ракетамен самғыраймыз, жұлдыздарға барамыз. Күн жарқырап тұр алда, жер қаптар артара, алдымыздағы жайып планеталар бар ғана. Венера, Жер мен Марс, Юпитер, Сатурннан ғарышта бәрі бар. Уран мен Нептун, Венера, Жер мен Марс. Ғарышта бәріміз. Болды. Бұға келетіндей, қазір біз көреміз, Ана суретті біздің қасымызда тұрғандай қылып жандандырамыз, балалар, Көрдіңдер ма балалар? Мына көріп тұрсыңдар ма? Қасымызда тұрған сияқты айналып жатыр, Күнді қараңдаршы, планеталар жан-жағымызда айналып жатыр, күн ортамызда бізге жылу беріп тұр, Қараңдаршы, міне, күн және ғаламшарлар. Тамаша, қасымызда тұрғандай. Қазір бара, міне.
Рахмет, құрметті әріптестер. Келесі ересек топ тәрбиешісі Байсақалова Назыген ғарыш Г әріпі тақырыбындағы іс-әрекетін таныстырады. Мен Аққайың бөбекжай бақшасының ересек балдырған тобының тәрбиешісі Байсақалова Назыген. Г дыбысы және әрпі туралы ашық оқу іс-әрекетіне қош келдіңіздер. Балалар, бүгін біз сендермен Г дыбысымен әрпімен танысамыз. Айтылуы бойынша дыбыстар нешеге бөлінеді? Дауысты, дауыссыз. Дауысты дыбыстар қандай үйде тұрады? Қызыл, Ал дауыссыз дыбыстар қандай үйде тұрады? көк. Жарайсыңдар балалар. Демек, дауысты дыбыстарды қызыл текшемен, ал дауыссыз дыбыстарды көк текшемен белгілейміз екен. Дыбысты біз айтамыз, естиміз, ал әріпті көреміз, жазамыз. Г дыбысын айтқанда тілдің ұшы ауыздың астыңғы жағына тиеді, ал тілдің үстіңгі жағы таңдайға тиеді. Г дыбысын созып айтуға келмейді. Демек, Г дыбысы дауыссыз дыбыс. Ал енді балалар, Г дыбысына келетін сөздерді оқып жаттығайық. Ғарыш, Ғарышкер, сағат, аға. таға, доға. Ғарыш, ғарышкер, сағат, аға, таға, доға. Ал енді балалар, ғарышкер дегеніміз кім? Ғарышкер деп зымыранмен ұшып, аспан әлемін зерттейтін адамды айтамыз. Біздің елімізде алғаш болып ғарышқа ұшқан Тоқтар Әубәкіров пен Талғат Мұсабаев ағаларымыз. Ал енді осы ғарышкер сөзін буынға бөлейікші. Ғарышкер, Неше буын? 3 буын. Сөз қандай дыбыстан басталып тұр? Г дыбысынан. Бүгін біз Г дыбысымен таныстық, сөздер айттық, буынға бөлдік. Барлығың өте жақсы жұмыс істедіңдер, жарайсыңдар балалар. Бұл бейнеролик заманауи жасанды интеллект құралдары ChatGPT, Grok және Google Veo 3 платформаларының көмегімен дайындалды. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Логопед маманы Шалабаева Акблек дыбыстар әлеміне саяхат тақырыбындағы іс-әрекетін таныстырады. Ұйымдастырылған іс-әрекетіміздің тақырыбы дыбыстар әлеміне саяхат. Балалар, бүгін біз ең қызықты әлемге саяхат жасайтын боламыз. IB роботымен бірге саяхат жасайтын боламыз. Ол да сендермен бірге дыбыстар әлеміне саяхатқа барып, дыбыстарды үйренуге келіпті. Роботына көмектесіп, бірге дыбыстар әлеміне саяхат жасайық. Онда ары қарай үлкен экранға назар салайық. Ал балалар, кеттік, дыбыстар әлеміне саяхатқа барамыз ба? Қараңдаршы. Мен IB роботымын. Сендермен бірге дыбыстарды үйренемін. Ой, балалар, менің дыбыстарым анық шықпай жатыр. Не істесем болады? Балалар, сендер дыбыстарды дұрыс айта алмағанда қандай апайдан көмек сұрайсыңдар? Балалар, бізге жақсы, анық сөйлеу үшін қандай апай көмектеседі? Логопед апай көмектесе ма? Логопед апай көмектеседі. Балалар, біздің дыбыстарымыз анық жақсы шығу үшін біз қандай жаттығу жасаймыз? Артикуляциялық жаттығу жасаймыз, Оны біз қайда жасаймыз? Аузымызға жасаймыз, Ал балалар, қазір бірге IB роботына көмектесіп, артикуляциялық жаттығу жасайық, Ол Ат шауып келе жатыр жаттығуын жасайық. Ол үшін аузымызды ашып, таңдайымызды тақылдатамыз және оны қолымызбен бірге жасайық. ат шауып келе жатыр жаттығуын бірге жасайық, Айнаға қарап, не істейміз деді? Таңдайымызды тақылдатамыз дедік, Қайнеке, бәріміз бірге таңдайымызды тақылдатайық, қолымызды алдымызға қарай шығарып, көрсетіп тұрамыз, Қайнеке. Балалар, таңдайымызды тақылдатқан кезде біздің тіліміз толық таңдайымызға жатады, жатып тақылдайды, Ал енді екінші жаттығуға қарай. Қайнеке, ашып, тіліміздің ұшымен үстіңгі және астыңғы еріндерімізді кезек-кезек жалаймыз және оны қолмен бірге көрсетеміз. Ал балалар, Балалар, екінші жаттығу бізде тәтті тосап жаттығу. Тәтті тосап жаттығуын біз тіліміздің ұшымен астыңғы, үстіңгі еріндерімізді кезек-кезек жалаймыз, Мінеке, қараңыз, бұлайынан. Осылайна, енді керісінше. Керемет балалар, сендер тамаша жасап жатыр екенсіңдер. Жаттығуды мен де барынша жақсы жасауға тырыстым. Ал балалар, онда ойын ойнайық, Бұл ойынның аты дыбысты тап. Қазір экранға әріптер мен суреттер шығады. Сендер сол әріптен бастайтын суретті табу керексіңдер. Дайынсыңдар ма, балалар? А әрпі, балалар, А әрпі. Енді астындағы суреттерге қараңдаршы. А әрпінен келетін қандай суреттер тұрады? Алма бар екен, Тамаша, жарайсыңдар. О әрпінен басталатын не бар мына жерде? Мынау не? Қарбыз. Ал мынау не?
орап жапырақты таптық, иә? Иә, тамаша, жарайсыңдар. Келесі. Мен қандай әріппін? М әрпі сөйлеп. Ал енді балалар, суреттерден маған сәйкес суретті табайық. Қандай суретті таптық? Мысық, жарайсыңдар. Балалар, тағы қандай суреттер бар burada? Сүйіп. Ал балалар, біз енді ойыннан шаршаса, серіктеу сәтін жасап алайық, иә? Серіктеу жаттығуын жасап алайық. Біз оны қазір мына робот күшік итпен бірге жасаймыз, иә? Ал балалар кетті. Hoppa! Жарайсыңдар балалар? Тамаша. Келесі ойын сиқырлы түсті әріптер. Ал мен әріптерді бірдеңе басып шығайық. Кейін маңдайға батырып, түрлі түсті бояулармен бояймыз. Содан соң біздің әріптеріміз экранда жадынады. Мен үстінен былай жүргізіп аламыз. Желіммен әріптерімізді жүргізіп шықтық, иә? Екінші біз оны жармаға салып. Ал енді үшінші балалар, біз қылқаламды алып, өзімізге қандай түстер ұнайды, сол түстерді басайдан кигізсек, қылқаламдағы жармадағы суреттер өздері ары қарай боялып кете береді екен балалар. Қарайықшы. Міне. Әртүрлі түсті алып, осылайынан бояп шықсақ болады. Иә? Әдемдеп сұртмалайық балалар. Сосын қазір біздің салған суреттерімізді платформасы арқылы жандандыратын боламыз. Салған суреттерімізді мен суретке түсіремін. Сосын оны платформасы арқылы біз жандандыратын боламыз. Сосын балалар қараңдаршы. Не дейді Райна? Түстері қанық, әдемі шықты дейді, иә? Рахмет айтып. Рахмет, түстері қанық шықты. Платформасы арқылы жандандыратын боламыз. Жарайды ма, Есайын? Есайын келістеді? Бақ деп секірді ма әріпі? Иә, қуанып жатыр, иә? Керемет, күшті болып шыққанына қуанып жатыр екен Есайын дейді. Суреттерсің балай? Мен жандандырып көрейік, иә? Жасыңызды қандай күшті болды? Әдемі болды, иә, Жасмин? Қандай әріп сенікі? М әріпі, иә? Түсті болып секіріп жатыр, иә? Тамаша. Жарайсыңдар, балалар. Привет, балалар. Сендер сондай көңілді, алғыр екенсіңдер. Маған сендермен бір қатты ұнады. Мен сендерден көп нәрсені үйрендім ғой. Ал енді балалар, біз қайтайық балабақшамызға? Балалар, біз қайда саяхаттадық? Дыбыстар әлеміне саяхаттадық па? Иә. Біз қандай әріптермен таныстық? Сосын сосын М әріптермен таныстық, иә? Дыбыстармен таныстық, иә? Балалар, ал қамызға қайтайық, иә? Көзімізді жұмып, саяхат дыбыстар әлемінен балабақшамызға қайтайық. Ерсайын, көзімізді жұмамыз, иә?
Айби роботымен Балалар, бірге. біз дыбыстар әлеміне керемет саяхат жасадық. Енді өзіміздің сүйікті балабақшамызға. Ал балалар келді. Менің де қайтатын уақытым болыпты. Балалар, сендерге үлкен алғыс айтамын. Келесі кездескенше сау болыңдар. Айби роботы өз әлеміне қайтайын дейді. Келесі кездескенше Айби роботқа не дейміз? Сау бол дейміз, иә? Әрпі бізге не деді, Раяна? Әрпі не деді бізге? Иә, сәлем деді ма? Мені анық, әдемі бояпсың, рахмет деді ма Айби роботы? Иә, балалар, біз оларды не істедік? Айыр платформасы арқылы жандандырдық, иә? Өзіміздің салған әріптерімізді жандандырып, олар. Егер сенің О әрпің не істеді? Секірді, иә? Жасмин, сенің М әрпің не істеді? Секірді, әртүрлі болып шықты. Әртүрлі түстерге айналып секірді. Әрпің не қандай болды? Сәлем деді ма? Рахмет деп айтты ма сендерге? Иә, рахмет деді. Балалар, жарайсыңдар. Бүгінгі ұйымдастырылған іс-әрекетімізге жақсы белсене қатысқандарың үшін сендерге рахмет. Осымен іс-әрекетіміз аяқталды. Мен Шалабаева Ақбілек, педагог-логопед маманымын. Дыбыстар әлеміне саяхат тақырыбындағы іс-әрекетті Сабақ барысында балалар дыбыстар әлеміне қызықты саяхат жасап, жасанды интеллект роботы Айбимен танысады. Дыбыстарды дұрыс айтуға, есту арқылы ажыратуға, сөздік қорын дамытуға арналған ойындар мен тапсырмаларды орындайды. жасанды интеллект пен AR технологиясын қолдану арқылы ұйымдастырдым. AR әдісі балалардың танымдық белсенділігін арттырып, есте сақтау, қиялдау және қозғалыс әрекеттерін дамытуға ықпал етті іс-әрекет. Барысында бүлдіршіндер дыбыстар мен әріптердің маңызын түсінді. Қойылған мақсат толық орындалып, оқу іс-әрекеті мазмұнды әрі әсерлі өтті. Орта топ тәрбиешісі Құдабаева Гүлнұр әжемнің ертегілері тақырыбындағы іс-әрекетін таныстырады. Сәлеметсіздер ме менің кішкентай ғана бүлдіршіндерім? Көңіл күйіміз қандай? Көңіл күйіміз қандай? Жарайсыңдар балалар. Балалар, біз әжеміздің ертегісін сағындық па? Сағындық па? Әжеміздің ертегісін тыңдауға ауылға барамыз ба? Жайлауға барамыз ба? Қане бәріміз жаймен тұрайық. Орнымыздан тұрамыз. Жаймен бері қарай келдік. Балалар, жайлауда не көріп тұрсыңдар? Көріп тұр, иә? Сосын? Ой, тағы? Сүйек. Және? Сүйек көріп тұр, иә балалар, иә? Жарайсыңдар балалар. Керемет жайлауға да келіп қалдық. Кәне, кімдер тұр? Әже. Айдос, сосын? Балалар, бұл суреттегі адамдар қай жерде бар? Біздің топта бар ма? Қай жерде тұр? Қуыршақ театрында тұр ма? Қане? Кім аты кім? Айдосымыз, иә? Жасанды интеллект арқылы осы ертегінің сюжетін тыңдайық, иә? Жарай ма? Әже, осы жануарлардың бізге қандай пайдасы бар? Қарағым, ана тұрған сиырды көрдің бе? Бұл сиырдан сүт, құрт, май, қаймақ жасаймын. Осы біздің Ақбөз неге ылғи үй жануарларының қасында жүреді? Балам, себебі Ақбөз адамның досы, жануарларды күзетеді. Сиырдың, қойдың бізге пайдасы қандай? Үстіндегі шапанды, аяғындағы шоқты осы қойдың жүнінен сабап тігіп қойды. Әже, қойдың да пайдасы орасан зор екен ғой. Әрине балам, үй жануарлардың пайдасы орасан зор. Алақай Асан келді. Алақай Асан бізге су береді. Асан бізге қамқор болады. Бізге және табиғатқа Асан қамқор болады. Иә, біз Асанды жақсы көреміз. Табиғатқа, жануарларға қамқор болсаң, әлем бізге бар жақсылығын береді қарағым. Әжеміз бар, иә? Сосын? Айдос бар, сосын? Ақбөз бар екен. Сиыр бар ма? Сиыр бар екен, иә? Сосын? Қой бар екен, иә? Балалар, енді осы үй жануарларына бейнесін жазайық, иә? Экраннан нені көріп тұрмыз? Сиырды көріп тұрмыз, иә? Менің денедегі нүктелерді ермек сазбен толықтырып беріңдерші балалар. Толықтырып береміз ба? Балалар, менің қарным ашты. Маған тамақ беріңдерші. Ақбөз не дейді? Тамақ беріңдерші, дей ма? Балалар, маған көмектерің керек. Менің ақ мамығымды мақтамен толықтырып беріңдерші. Қой не дейді?
Ақ мамамды толтырып беріңдерші дейм, а? Балалар енді осы жануарларға көмектесеміз ба? Қандай жануарларға көмектесеміз? Қандай жануарға? Қойға, сосын? Сиырға, сосын? Ақ итке, иә? Балалар, біз топқа бөлінейік, иә? Тапсырмаларды орындау үшін біз топқа бөлінейік. Сиыр жейді, жарайсыңдар мені. Ал қой не жейді екен? Қой не жейді? Қой да шөп жейді екен, иә? Сиыр жейтін шөп екен, иә бұл, иә? Ал мынау қой жейтін шөп екен, иә? Қазір біз сиыр жейтін шөпті алғандар келдерші маған қарай. Сиыр жейтін шөпті. Балалар, қараңдаршы, бізде үстінде тұрған күшік екен, иә? Күшік не жейді екен? Сиыр жейді екен, иә? Енді күшіктің ыдысы босап қапты. Осы ыдысқа сүйектерін саламыз, иә? Саламыз ба? Кәні салайықшы. Балалар, сиырдың бейнесін толықтырайық, иә? Мінекей қарап, демек бұл жерге біз қоңыр түсті ермектен тапсырады екенбіз, иә? Кәні, тапсыра қойыңдар. Балалар, итке тамақ беріп жатырмыз ба? Кәні, берекші. Итке тамақ береміз, күшігімізге тамағын береміз. Балалар, біздің қойымыз дайын бопты, иә? Жарайсыңдар балалар. Әдемі бопты ақ мамаға. Жарайсың, Али. Тамақ қояғы соңғы жері қалды. Жарайсың, жайып жіберейік. Ермек сазы жайықшы. Жаямыз ермек сазы. Үстінен басамыз. Балалар, енді осы сиырымызды аяқ платформасымен жандандырайық, иә? Жандандырамыз ба? Қазір сиырымызды суретке түсіріп аламыз. Сиыр не деп жатыр бізге? Алғыс айтып жатыр, иә? Керемет. Қараңдаршы, әдемі болды ма? Сиырымыз жандырып кетті сиырымызға, иә? Күшті болды ма? Қандай күшті. Балалар, енді осы қойымызды аяқ киіммен жандандырып алайық, иә? Қазір қойымызды суретке түсіремін. Рахмет, балалар. Қойымызға ұқсай ма? Ұқсайды екен, иә? Қойымыз не деп жатыр? Рахмет деп жатыр, иә? Күшігімізді жандандырайық, иә? Аяқ киіммен. Суретке түсіріп аламыз бірінші. Балалар, қарайықшы. Күшігіміз бізге алғысын айтып жатыр, иә? Қарайықшы. Керемет, балалар. Біздің күшігіміз ұқсай ма? Мінекей сендердің берген азықтарың тұр екен, иә? Иә, балалар, иә? Жарайсыңдар. Мінекей, балалар, міне біздің сендердің жасаған жұмыстарымызды біз аяқ киіммен жасалған жандандыруды көрейік, иә? Бейнеге назар аударайық. Рахмет, балалар, сендер өте ақылды екенсіңдер. Мінекей. Рахмет, балалар, сендер өте ақылды екенсіңдер. Рахмет, балалар, сендер өте ақылды екенсіңдер. Балалар, үй жануарлар не жейді екен? Шөп жейді, сиыр, иә? Сиыр бізге не береді? Сүт береді, иә? Қойдан не аламыз біз? Жүн аламыз, иә? Қанекей, балалар, енді біз ауылда және балабақшамызға қайтайық, иә? Қанекей, бірінші әжемізбен қоштасып алайық, иә? Сау болыңдар, балалар. Келіп тұрыңдар қонақ болып. Сау болыңдар. Сау болыңыздар, әже, Асан, Ақтөс. Келесі жұма тағы да келеміз әжеміз ертегісін тыңдауға? Келеміз, иә? Әжеміздің ертегісін жұма сайын тыңдап тұрайық, иә? Рахмет, балалар. Кәнекей, орнымыздан тұрып, қолымызға. Балалар, ертегі ұнады ма сендерге? Ұнады, иә? Сендер өте іс-әрекетке өте керемет қатыстыңдар. Жарайсыңдар. Рахмет сендерге. Сендер өте зейінді, ақылды балалар екенсіңдер. Балалар, енді сендерге іс-әрекетке қатысқан үшін көңілді түрлі смайликтер таратамын. Кәне балалар, біздің көңіл күйіміз қандай? Көңіл
дедіңіздер? Жарайсыңдар. Осымен оқу әрекетіміз аяқталды. Рахмет. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Құдабаева Гүлнұр, орта топ тәрбиешісімін. Іс әрекетінің тақырыбы әжемнің ертегілері, қуыршақ театрының кейіпкерлері. Тақырыбындағы іс әрекетті жасанды интеллект пен AR технологиясын қолдану арқылы ұйымдастырдым. Іс әрекет барысында балалар ертегі әлеміне еніп, кейіпкерлерді қозғалыста көріп, ерекше қызығушылық танытты. AR әдісі балалардың танымдық белсенділігін арттырып, есте сақтау, қиялдау және қозғалыс әрекеттерін дамытуға оң әсер етті. Іс әрекет нәтижесінде бүлдіршіндер үй жануарларымен танысып, олардың пайдасы туралы түсінік алды. Қойылған мақсат толық орындалды. Іс әрекет мазмұнды әрі әсерлі өтті. Рахмет әріптестер. Келесі бөлім қонақтар сіздермен жұмыс жүргізетін Шайдарова Бағила. Мамандардың іс әрекеттерде пайдалануға болатын ойындарын жүргізетін дене шынықтыру нұсқаушысы Әбдешева Бибалиша, музыка жетекшісі Шакенова Ақсауле. Яғни бүгін біз баланың ойлауын дамытатын, қызығушылығын оятатын және сабақты әсерлі ететін жаңа цифрлық мүмкіндіктермен таныстық. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі семинарымызға өз ой пікірлеріңізді білдірсеңіздер.